Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін біз Қиссасул Әнбия кітабынан Атымтай жомартты оқитын боламыз. Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып, жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді: «Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып, өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарлыша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасы неде?» Жомарт айтты дейді: «Төрт түрлі себеп бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиредіп, көз салмай, кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін». Әбірет бұл ғибрат деген мағынада. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен тапқан бір-екі пұлға нан сатып алып жесем де, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын, деді. Атымтай жомарт Арабстанда Мұхаммед пайғамбардан аз уақыт бұрын өмір сүрген екен. Жомарттығымен, сақилығымен жұртқа даңқы жайылды. Атымтайдың атын естіген кедей кепшік, міскін мүсәпір оның еліне қарай ағылды. Жомарт та ешкімді құр қол қайтармады. Оның бір ерекше жақсы көретін қара арғымақ аты болған екен. Өзі керіліп қорадан шыққанда бүкіл жұрт таң тамаша болып қарай қалады екен. Салтанатына таңданып, аузынан су құрығанша мақтайды. Арғымақ өте сұлу, әрі биік, ауыздығын қарш-қарш шайнап жүреді. Екі көзі шамдай жанып сүзіле қарағанда, адамдар есін ұмытып қалшиып қалады. Қалшиып тұрады. Ерінің ағашын Нілдің ортасындағы өсетін еменді арнайы алдырып шаптырған. Тоқымын құнан білдің қайсынан елеткен, жүгені жібектен, ауыздығы алтыннан, тебінгісі алмастан, үзеңгісі күмістен құйылған. Жорғалығы сондай, сауырына торсықпен су қойғанда бір төгілмейді. Өзен мен дария кездессе, іркілмей түсе қалып, балықтай жүзеді. Шаршап шалдығуды білмейді. Атымтайдың оған көзі түскенде бүкіл шаршағанын ұмытады. Ат үстіне мінгенде жаңадан қуат құйылады. Бір күні Атымтайдың жомарттығы Ұрым патшасына да жетті. Оның уәзірлері бір мәжілісте Атымтайды мақтай бастады. Дүниеде одан сахи сірә жан табылмас деп тамсанды біріншісі. «Иә, рас, бұрын соңды өткен адам баласынан мұндай жомартты ешкім естімеген болар», деді екіншісі. Машырық пен мағрыптан ағылып жатқан сансыз мүсәпірдің көңілін риза етіп жібереді екен. Не деген таусылмас байлық десеңізші, тіпті қазынасы алтын мен күміске, алтын тасқа толы патшалардың өзі мұндай қолы ашық берген емес қой, деді үшіншісі. Сөйтіп бәрі де Атымтайды қызыл тілдің қуаты жеткенше мақтады. Тағы бірі оның сәйгүлігі жайлы сөз қозғады. Патша мұны естіп отырып қиялға берілді. Содан кейін сол уәзіріне былай деп бұйырды: «Ақыры Атымтайды бәріңде жомарттықта жан жетпейді деп дәріптеп отырсыңдар. Олай болса, оны мен де сынайын. Одан осы атын қолқаласам деймін. Егер атын берсең, онда сақылығы рас болғаны. Ал жанынан артық жақсы көремін деп бермей қалсам, онда бұдан бұлай оны жомарт деуші болмаңдар. Әрі бәріңді де жалған айттыңдар деп зынданға тастаймын», деді түсін суытып. Уәзір мұны естігесін, қасына 10 нөкерін ертіп,
Атымтайдың ауылына қарай тартты. Қыс кезінде құмышымен жүріп отырып, тай руы қоныс қылған мекенге келіп жетті. Атымтай келген меймандарға бір жылқы сойып алдарына ас тартты. Жолдан қарны ашып, шаршап келген қонақтар етті сүйсіне жеп алды. 3 күн мәжіліспен өтіп, келгендер Атымтайдың пейіліне қатты разы болды. Содан кейін 4-ші күні Атымтай қонақтарына қарап: «Уа, құрметті меймандар, сонау Ұрым шаһарынан мұнда ат арытып, тон тоздырып келген екенсіздер. Келген қонақтың бұйымтайын сұрау салтымыз еді. Қандай қолқамен келдіңіздер?» деді. Бас уәзір сөз алып: «Атымтай бауырым, атыңды алыстан естіп, дидарыңды бір көруге құмартатын едік. Алла нәсіп етіп, сұхбат құрып отырмыз. Бұл да бір Құдайдың бізге бұйыртқан нығметі шығар. Ал енді бұйымтайға келсек, біздің патшамызда сенің даңқыңды естіп, бір көрмекке ынтызар болды. Сенің тақымыңа басқан тұлпарыңды сұрата жіберді» деді. Мұны естіген кезде Атымтайдың түсі бұзылып, өкініші жүзіне шықты. «Деген-ай, неге келген бетке айтпадыңыздар? Сіздер келген кезде басқа малдың ыңғайы болмай, сол атымды сойып едім. Келген бойда айтқандарыңызда ғой, жорға тұлпарды беріп, көңілдеріңізді шат қылар едім» деді. Елшілер де өкінісіп: «Атымтай, біз бұлай боларын білмедік қой, атыңды бекер сойдың ғой» дей берді. Қонақтарына маңдайға басқан жалғыз жүйрігін сойып берген Атымтайдың ерлігін естігенде қатты ұялды. Бірақ жомарт олардың қайтамыз дегеніне болмай, тағы бірнеше күн сыйлап, алтын, күміс беріп аттандырды. Бұл жайлы естігенде патша қатты разы болды. «Шынымен Атымтай бір жомарт ер екен» деді. Атымтай жомарттың даңқы одан да асып жұртқа тарай берді.